Сәлем достар! Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз Герунди тақырыбымен танысатын боламыз. Герунди дегеніміз етістіктің бір түрі, бірақ ол зат есім қасиетіне де ие. Яғни ол қандай мағына береді деген ой келуі мүмкін. Ең алдымен ағылшын тілі сөйлемінің структурасын қарап жіберейік. Бізде ағылшын тілінде сөйлем құрған кезде ең алдымен бізде бастауыш, кейін баяндауыш, кейін барып анықтауыш, тоқтауыш деп кетеді. Демек, біз ағылшын тілінде сөйлемді етістіктен бастай алмаймыз, Бірақ, мысалы, енді мен сіздерге орыс тілінде мысал келтірейін. Қараңыздар. Плавание полезно для здоровья. Және де бұл жерде қараңыздар, бұл жерде плавание сөзі зат есім рөлін атқарып тұр, бірақ ол етістік сияқты, плавать, яғни жүзу. Ал енді ағылшын тілінде егер сіз осындай сөйлем жасағыңыз келсе, бірақ сіз сөйлемді swim деп бастай алмайсыз. Ол қате. Осы сәтте бізге герунди керек. Демек, swimming деп бастайсыз. Swimming is good for your health. Демек, егер сіз қарапайым етістіктен герунди жасағыңыз келсе, бар болғаны ing жұрнағын жалғайсыз. Және де герундидің қолдану аясы өте көп, бірақ біз бастапқы деңгей болғасын ең жиі қолданатын түрін қарастыратын боламыз. Жалпы өткен сабақтарда мен сіздерге айтқан болатынмын, естеріңізде ме? Егер екі етістік қатарынан тұрса, онда біз ортасына to қоямыз деп. Мысалы, I need to go, менің кетуім керек. Бірақ кейбір сәтте біз мағыналы етістіктен кейін біз ing жалғаймыз. Ал кейбір сәтте біз to да қоя аламыз, немесе герунди да қоя аламыз. Яғни етістіктің үш түрі бар дейік, жалпы айтқанда. Ең біріншісі, яғни to жалғаймыз, етістік, to, етістік. Екіншісі тек қана герунди ғана тұра алады, етістік қосылған герунди. Және де үшіншісі to да жалғай аламыз, немесе герунди да жалғай аламыз. Ал енді сол етістіктермен таныс болайық. Ол етістіктер, яғни want, need, plan, promise, refuse, offer, forget, learn, және де мен қалғандарын осы жерге жазып кетемін. Яғни осы етістіктерді кездестіретін болсаңыз, одан кейін міндетті түрде тағы бір есік жалғайтын болсаңыз, міндетті түрде ортасына to қоясыз. Мысалы, she decided to sell her car yesterday. Ол кеше көлігін сатамын деп шешті. Яғни decide, шешім қабылдау. Келесі, I didn't expect to see you. Мен сені күтемін деп ойламадым. She offered to help me. Ол маған өз көмегін ұсынды. I refused to accept it. Мен оны қабылдауға бас тарттым. Яғни, жалпы енді осы сөздерді кездесетін болсаңыз, міндетті түрде to жалғайсыз, содан кейін барып қана етістік жалғайсыз. Және де сол етістік міндетті түрде инфинитив түрінде болу керек. Етістіктердің келесі тобымен таныс болайық. Ол, яғни enjoy, mind, finish, suggest, stop. Яғни осы сөздерді кездестірген болсаңыз, олардан кейін етістік жалғау үшін сізге ing керек. Мысалы, stop talking, сөйлесуді доғар, немесе I don't mind getting up early. Мен таңертең ерте тұруға қарсы емеспін. Демек, mind қарсы болу, don't mind қарсы болмау. Және де ең жиі қолданылатын түрі ол enjoy. Enjoy, яғни бір нәрседен ләззат алу. Мысалы, I enjoy dancing. Маған билеген өте қатты ұнайды. I like-тың орнына да қоюыңызға болады. I like dancing, немесе I enjoy dancing. Демек, like және де enjoy синоним ретінде қолдануыңызға болады. Ал енді достар, етістіктердің үшінші тобымен таныс болайық. Яғни ол етістіктер like, love, hate, continue, start, prefer. Енді мен сіздерге бірнеше мысал келтірейін. I like traveling by car, немесе I like to travel by car. Яғни маған көлікпен саяхат жасаған ұнайды. Сонымен қоса I hate being late. Мен кешіккенді жек көремін, немесе I hate to be late. Демек, ing да қоя аласыз, немесе to да қосып, келесі етістікті инфинитив түрінде қоя аласыз. Достар, сіздерге түсінікті деп ойлаймын, және де сіз осы етістіктерді міндетті түрде жаттауларыңыз керек. Ал енді әдеттегідей тест жұмысын орындайық. Біріншісі, Асель has a lot of books. She enjoys reading. Ол кітап оқығанды ұнатады. Don't forget to send us a postcard when you are on holiday. Where is Anna? I need to ask her something. Jane had a lot to do, so I offered to help her.
достар, бүгінге осы. Егер сіздерге сабақ ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы сабақтарда кездескенше, бай бай.